Құрметті білім алушылар, бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы тік оқпандар құрылысының технологиясы. Жер асты байлықтарын игерудің күрделі әрі маңызды процесі. Кіріспе оқпандардың маңызы және түрлері. Тік оқпандар тау-кен өнеркәсібіндегі ең маңызды инженерлік құрылыстардың бірі. Олар пайдалы қазбаларды жер бетіне шығаруға, жұмыстарды тасымалдауға, жабдықтарды жеткізуге және кеніштерді жеткізуге арналған. Бірінші стратегиялық маңыз оқпандар жер қойнауын игерудің негізі бөліп табылады. Екінші, әртүрлі тереңдіктер терең және терең емес оқпандар болып бөлінеді. Үшінші, қолдану мақсаты өндіру, барлау, желдету және адам тасымалдау үшін қолданылады. Оқпан салудың негізгі әдістеріне шығу. Оқпан салу әдісі геологиялық жағдайларға, қазылатын тау жынысының түріне, оқпанның тереңдігі мен диаметріне байланыстырылады. Бұрғылау жару әдісі қатты тау жыныстарында кеңінен қолданылады. Механикалық қазу әдісі жұмсақ және орташа қаттылықтағы тау жыныстарында тиімді. Аязды әдіс сулы, бос жыныстарды қазу үшін пайдаланылады. Тамшылату әдісі арнайы жабдықтармен жер асты суларының әсерін болдырмайды. Бұрғылау жару әдісі принциптерімен қолданылуы. Бұл әдіс қатты, тұрақты тау жыныстарында оқпандарды қазу кезінде кеңінен қолданылады. Процесс бірнеше кезеңнен тұрады. Бұрғылау тау жынысына арнайы бұрғылау қондырғылары мен ұшпырулар бұрғыланады. Зарядтау бұрғылаған ұшпырларға жарылғыш заттар орналастырады. Жару жарылғыш заттарды жарғаннан кейін тау жынысы уатылады. Тиеу және тасымалдау уатылған жыныс тиеуіш машиналармен келіп жер бетіне тасымалданады. Механикалық қазу әдісі жабдықтары мен артықшылықтары. Механикалық қазу әдіс жұмсақ және орташа қаттылықтағы тау жыныстарына тиімді. Бұл әдіс шуды, дірілді және шаңды азайтып, қауіпсіздікті арттырады. Оқпан қазу комбайндары тау жыныстарын қазып, оны бірден тиеуге қабілетті. Тиеу жеткізу машиналары қазылған жынысты оқпандан тасымалдау үшін қолданылады. Артықшылықтары жұмыс қарқынын арттырады, қауіпсіздікті жақсартады, экология әсерді азайтады. Оқпанды бекіту технологиялары. Оқпан қабырғаларының тұрақтылығын қамтамасыз ету және құлаудың алдын алу үшін бекіту жұмыстары жүргізіледі. Бекіту материалы тау жынысының ерекшелігіне таңдалады. Бірінші, монолитті бетон. Ең көп қолданылатын әдістердің бірі. Беріктігі жоғары және ұзақ мерзімді тұрақтылық қамтамасыз етеді. Екінші, металл конструкциялар. Арнайы металл фермалар мен балкалар оқпанды бекіту үшін қолданылады, әсіресе қысымы жоғары жерлерде. Үшінші, тіреу болттары. Тау жынысының қабаттарын біріктіріп, оқпанның жалпы беріктігін арттырады. Төртінші, торпед бетон. Сылған ауамен шашырылатын бетон. Майда жарықтарды жауып, қабырғаларды нығайтады. Су бұру және желдету жүйелері. Жер асты жұмыстарында су басқан жерлерді кептіру және таза ауамен қамтамасыз ету өте маңызды. Бұл жүйелер жұмыстардың қауіпсіздігі мен тиімділігін қамтамасыз етеді. Су бұру. Суды жинау және оны оқпаннан шығару үшін сорғылар, дренаж жүйелері қолданылады. Желдету. Таза ауаны беру және зиянды газдарды метан, көмірқышқыл газы шығару үшін арнайы желдеткіш қондырғылар мен құбырлар қолданылады. Қауіпсіздік техникасы және экологиялық талаптар. Тік оқпандарды салу кезінде жұмысшылардың өмірі мен денсаулығын қорғау, сондай-ақ қоршаған ортаға тиетін зиянды әсерді азайту басты назарда болу керек. Қауіпсіздік шаралары. Жұмысшыларды арнайы киіммен, қорғаныс құралдарымен қамтамасыз ету, қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтау. Төтенше жағдайларға дайындық, эвакуация жоспарлары, құтқару командаларының дайындығы және алғашқы медициналық көмек көрсету мүмкіндіктері. Экологиялық мониторинг, ауа, су және топырақ сапасын тұрақты бақылау, қалдықтарды дұрыс басқару. Заманауи инновациялар мен болашақ даму бағыттары. Технологияның дамуы оқпан салу процесін оңтайландырып, қауіпсіздігін арттыруда. Автоматтандырылған жүйелер, қашықтан басқарылатын жабдықтар мен роботтарды қолдану. Деректер талдауы. Сенсорлар арқылы алынған деректер талдау арқылы оқпанның жағдайын бақылау және алдын ала болжау. Жаңа материалдар. Бекіту үшін беріктігі жоғары, жеңіл және коррозия төзімді материалдарды пайдалану. Жасыл технологиялар. Энергия тиімділігін арттыру және көміртек ізін азайту. Қорытынды. Тік оқпандар құрылысы
жоғары технологиялық және күрделі процесс. Ол тау-кен өнеркәсібінің даму үшін шешу рөл атқарады. Болашақ қауіпсіз, тиімді және экологиялық таза тау-кен жұмыстарында